Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтып берген Жадыра. Бүгінгі видеода бар жоғы 1 минутта жасанды интеллект арқылы сабақ жоспарын жасауды көрсететін боламын. Егер де видео қызықтырса, соңына дейін көріңіз. Ал дәл қазір каналыма тіркеліп, видео ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі Magic School деп аталатын сайт. Бұл сайтқа тегін тіркелуге болады. Қалай тіркелу керектігін мен алдыңғы видеода айтып кеткен болатынмын. Ал дәл қазір мен өзімнің тіркелген аккаунтыммен кіремін. Қалай 1 минуттың ішінде осы сайт арқылы тест құрастыруға болатынын білгіңіз келсе, менің алдыңғы видеомды көрсеңіз болады. Оның сілтемесін описание бөліміне қалдырамын міндетті түрде. Ал қазір мында оң жақ шетте тұрған план урока деген бөлімге өтеміз. Бұл жерде сайт ағылшын тілінде тұр. Негізінен қазақ тіліне аударып алғандарыңыз өздеріңізге ыңғайлы. Мына жерде Grade Level деген жерден сіз керекті сыныбыңызды таңдайсыз. Оқушы болса сынып, егер студент болса, мында астында 1-ші жыл, 2-ші жыл деп тұрады. Сол жерден керекті жылын таңдайсыздар. Мен 6-шы сынып дегенді таңдаймын. Одан кейін астына топик деп тұр, яғни тақырыбы сабағыңыздың. Оны егер осы сайтыңызды қазақ тіліне аудармаған болсаңыз, онда ағылшын тілінде жазуға кеңес беремін. Переводчикті пайдаланып аударып аламыз. Мен ақпараттың өлшем бірліктері деген тақырыпты алдым. Одан кейін ең астында тұрған Generate батырмасын басамыз. Жауаптың дайын болуы сіздің интернет жылдамдығыңызға байланысты. Негізінен осындай 1 минутқа жетер-жетпес уақытта дайын болады. Бізге жауаптары ағылшын тілінде шығатын болады. Оны қазақ тіліне аудару үшін мышканың оң жағын басып, перевести на қазақ тілі дегенді басамыз. Сіздерде на русский деген болып тұрса, соның үстіне бір рет шертеміз. Одан кейін оң жақта 3 точка тұр, соны басамыз. Другой, выбрать другой язык деген таңдаймыз. Мына жерден русский деген орнына қазақ тілін таңдап, перевести батырмасын басамыз. Сол кезде қазақ тіліне аударып береді. Енді мышканы экранның оң жақ жоғары шетіне жылжытсаңыздар, көшіру батырмасы бар. Бұны басу арқылы осында шыққан барлық ақпаратты көшіріп алуға болады. Ал екінші ресурсты сақтау деген батырма. Бұны бассаңыздар, мұнда атын жазатын жер шығады. Атын жазып сақтау дегенді басамыз. Яғни бұл осы сайттың ішіне дәл осы жасаған жұмысыңызды сақтау деген батырма. Одан кейін астында экспорттау деген бар. Оған жай ғана мышканы жылжытып апарсаңыздар, басып шығару, Microsoft Word және Google Docs деген бар. Бірден біз Microsoft Word бағдарламасына осы текстің барлығын көшіріп апарып, сол жерде өзгертулер жасап, әрмен қарай жұмыс жасай беруге болады. Амна сол жақ шеттегі шығу тарихы деген бөлімге өтетін болса, сіздің бұрын соңды осы сайтпен жасаған жұмыстарыңыздың тізімі шығады. Мына жерде бұл жұмыс қайсы екен білу үшін оң жақтағы превiew деген жазуды үстінен басатын болса, мінекей қайсы жұмыс екені көрінеді. Ал мына жерде қаламның үстін басатын болсаңыз, осы жұмыстың атауын өзгертуге болады. Атауын өзгертіп галочканы басамыз, немесе Enter батырмасын басамыз. Одан кейін сақталды дегеннің астыңғы жағында значокты қоңыр түске боясақ, яғни избранный ететін болсақ, бет белгілер деген жерден оңай табуға болады. Мынау ортақ деп ключ тұрған жердің үстінен басатын болсаңыз, осы жұмысыңызды тек қана сіз көре алатын, немесе барлық қолданушыларға көрсететіндей 2 түрлі нұсқа көрсетілген. Осының біреуін таңдайсыз. Әрине мен жеке дегенді таңдап, дайын дегенді басамын. Және оң жақта координаның үстін бассаңыз, осы жұмысыңызды өшіріп тастауға болады. Ал енді мына сол жақ шеттегі Райна чатбот дегенге қарайтын болсақ, бұл Райна AI нұсқаушы, яғни бұл жасанды интеллекттің нұсқаушысы. Яғни сіз мысалға бір сұраққа жауап іздесеңіз, немесе кеңес керек болатын болса, онда осы Райнаға жазасыз да өзіңізге керекті кеңесті ала аласыз. Мен мына жерде мысалы 4 нұсқа тұр дайын, осының біреуін жай ғана таңдап көремін. Сіздің интернет жылдамдығыңызға байланысты осы жауап беру уақыты әртүрлі болады. Мысалға мына жерде 1 минутта уақыт өткен жоқ, мінекей бірден нұсқаларды өзінің кеңесін дайындап берді.
Мінекей бар жоғы 1 минуттың ішінде осылай қымыржыны дайындап тастаймыз. Егер де осы жасаған видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып пікір жазу арқылы білдіріп отырыңыздар, және де каналыма тіркеліп видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер.